Не үшін өкіндіңіз? Дәл сондай түрімен TikTokқа шығып кеткеніме. Тапқан табысыңызды қай жаққа құртасыз? Тамағыңа, сосын ішетін шарабыңа кетеді ғой. Ол телефон қайда? Bir жартыға ауыстырып жібердіңіз ба? Ұлан Ғасыр жақсы жігіт па? Иә. Молодец. Көп сөйлейді ғой олар. Кім? Бүжейді айтам. Төбелеске шығуға дайынмын, айырып жіберемейсің. Ох ты! Кейіннен балдар айтып жатыр ғой, Шуақ сен хит болып жатсың ғой деді. Кәдімгі ресми түрде ажырастыңыздар ма? Ресми түрде, заңды түрде ажырасып. Қосылғысы келеді ме ол кісі? Арақты қоясыз ба? Жоқ. Папа кетпеші бағдарламасының алғашқы қонағы төрімізде Шуақ Рахымберді. Бірге қарсы алайық. Папашым. Ұзақ іздедім, папашым. Балам жоқ сенде Папа. жанымды мен жаулаған қызыл раушан деген ше. Сол мен жазғам. Былайша мен тиктогымды көр. Брата, замогын жаппадың ғой. Қайдан бастаймыз? Бит замогын жаба бер, брата, нормально. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз, студиямыз қалай сізге? Ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Мінекей, осы орынға жайғасыңыз. Сізге су, шай, құм, кофе. Болады. Су? Онда су тұр уже ішінде. Көңілге қалай, Шуақ мырза? Керемет, ойдағыдай бәрі. Ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Қалай? Қызылорданың табиғаты қалай сізге? Артымызда су өзіңіз көріп тұрған. Сүйікті қала Қызылорда. Бір Қызылордаға арнаған өлең шумақтарыңыз жоқ па? Талай мықты жандарға болған қорған, бұнда жоқ орындалмас жалған арман. Тектілердің туған жері сыр алашым, жасай бер сүйікті қалам Қызылордам. Жақсы. Студиямызға қалай жеттіңіз? Таксимен әйтеуір арғы бастан түсіп қалып, бермен қарай жеу келіп. Таза ауада жаяу жүргенге жетпейді ғой. Негізі әдейі солай шақырдыңыз ба? Арғы басқа чтобы жаяу келу үшін? Әдейі енді, әдейі болғанда сол арғы бастан түсіп қалып, Қызылорданың керемет жолдарымен осында жүріп. Айтпақшы, келгелі Қызылорданың жолдарын байқадықшы кәдімгі күштіген, тегіз. Біздің енді Ақтөбенің жолдарын білет шығар, қандай шырық тесік екен. Киіміңізді байқап тұрмын. Әдемі сәнденіп киініп алыпсыз. Енді барынша тырыстық. Қашан алдыңыз киімді? 1-2 күннің көлемінде ғой. Су жаңа, я? Су жаңа. Бірінші рет киіп тұрған сияқтысыз. Бұндай киімді бұның алдында да кидік қой енді. Жоқ, именно осы киімді айтам. Иә, бірінші рет киіп тұр ғой. Бірінші рет, я, бүгін? Бүгін. Арнайы біздің папа кетпеші бағдарламасына су жаңа кәдімгі киімін киіп келіп таға. Вообще мықты. Аға, мұна жаңа палаткіден шықтыңыз ғой. Енді жаздың соңғы айларында таза ауада көлдің етегінде осы палаткіде GoTourist палаткісінде тыныққанға не жетсін? Әдемі, реклама тығат, аға, жақсы. GoTourist негізі ұнап жатыр ма сізге палаткілері қалай? Мына мысалы стол, мына стақандар, сіз отырған мысалы столшы, бәрі GoTourist-тікі. Артта әне алыста туды көріп тұрсыз ба? Білем ғой оны. Қалай? GoTourist палаткілер керемет. Полный комплекті ғой енді. Не дейсіз? Полный комплекті. Порно дейсіз ба? Ой, порно сіздай сақтасын. Сосын? Полный комплекті. Барлық жабдықтары бар. Қазан ошағы. GoTourist дүкеніне 1000 алғыс. Осындай керек жабдықтарды қамтамасыз еткен. Иә, бұл Алматы қаласында енді білет шығарсыз. Білем, иә. Иә, біз арнайы сұрап алып Қызылордаға әкеліп тұрмыз ғой. Құдай қаласа маған тастап кетіңдер осындай. Болды, оны міне GoTourist-тен сұрайын. Иә, сұхбат біткесін айтам. Киіп көреді оны? Жейме арасында оның да көшетіні бар. Менің артымнан еріп. Сіз қаяққа көшесіз? Күн түспейтін жаққа, желдеу, самал желдің етегіне қарай көшем ғой. Сізді естіп жатыр, аға. Күн салқындаса адаптацияға көшеді дейді. Адаптацияға көшкенде сонда көптеген кісілер бар. Сол жерде уақыт тез өтеді. Сол кісілермен бірге сол жақта болам қысты күні. Сол неге қысты күні ғана барасыз? Неге жазды күні ішуді қойып, неге жазды күні да сол жақта болмайсыз? Енді мен бірыңғай ішімдікте ондайда жүрген жоқпын. Ішімдікті қойғаныма біраз уақыт болды. Қанша ай болды?
2 айға барып жатыр ғой енді. Соңғы рет ішімдікті Шуақ мырза 2 ай бұрын ішіпті, иә? Иә, Одан кейін ішімдіктің дәмін татпаған ғой, иә? Өзіме ой келіп, не істеп жүрмін деген сияқты. Неге ішіп жүрмін? Тәуелді емеспін ғой, қойып. Алға қарай тіршілік жасайын деп. Сонымен енді қазір кішігірім тіршіліктер жасап жатыр. Алла бұйыртса, бәрі жақсы болады деген ойдамын. Әуелі Алла ғой, не нәрсе. Әрине аға, сәттілік ал. Әмин, өздеріңе де сәттілік. Мен естідім аға, жездеңізден рекордтық көрсеткіші дейді да Шуақтың. 6 ай дейді. Алкоголь ішпеген. Содан кейін тағы шайып кетті дейді. Енді ол оған әр нәрсе себеп болады ғой енді. Мысалыға не сіз үшін ішімдік ішуге себеп болады? Кейде бір болмайтын нәрселер себеп болады. Мысалыға? Кейбір жерлерде таныстарды кездесіп қойған кезде осы уақытқа дейін ішіп жүредің ғой, неге іше алмайсың ба деген сияқты. Андай азғыр жібере ма? Болады ғой енді. Жалған дос бар, шын дос бар. Достар да кейде себепкер болады. Кейде бір мәселелер себепкер болады. Сол кезде бір метр жіппен емес сол. Андай ғой, адамның жақсы жаққа да, жаман жаққа да өзгеру ортаға байланысты ғой. Сіз сонда ортадан қателестіңіз ба, сонда қалай? Ортадан қателестім деп ортамды ондай сөгіп, балағаттап, ортама кінә тақпаймын. Керемет өлең бар ғой, шәкәрім Құдай. Жамандық көрсем өзімнен, жақсылық көрсем өзімнен, Құдайдан болды дегенді алып тастаймын сөзімнен. Адамның өзіне байланысты. Алдағы уақытта жақсы жағына көрінуге тырысамыз. Жолды дүзеп, жақсы жаққа қарай бағыт алудамыз. Маған үрленші. Жоқ, маған. Перегарный шығып тұр ғой, братан. Құмай, қақтаған айтады екен. Ішіп алған ғой мына братан. Қайтта үрлеш? Аузын жу, братан, иә? Бүгін тіс жумағансың. Шуақ мырза, соңғы 1-2 айда әлеуметтік желіні шулатып жатырсыз. Яғни, қазіргі Қазақстандағы трендтесіз. Бұның сыры неде? Білмеймін ғой, енді осы папа кетпеші видео себепкері болған шығар. Мен осыдан 2 ай бұрын түсірген видео ма? 2 ай бұрынғы ұйықтап жататын сол видео. Сонда ойлаш братан, сен ше, сол кезде сен ұйқыңды қимай, бүйтіп жата бергенде тұрмай. Сен қазір мына жерде мүмкін отырмайтын бедің. Мүмкін. Сен сол кезде ат тұрдың ғой, деп жаңағыдай. Кетей, сендей балам жоқ. Иә, сендей балам жоқ, бірдеңе деп. Енді ол сонда сол видеода себепкері болған шығар. Оның жалғасы бар еще, білесіз ғой. Білем я. Жаңағы Қызыл Раушан деген ән менікі деген. Одан кейін папа, мама мен папам дегеннен туғанмын деген. Сол одан кейін Конер бар. Келесі адамға сөз. Конер. Әні қайталап тұр ғой. Коннект бар аға мен үшін. Сол видеолардың себебі ма? Или сіз соған біраз жыл дайындалдыңыз ба? Жоқ, ондай менде дайындық, ондай болған жоқ. Бүйтіп әлеуметтік желіге тез тарап кетеді дегенде ойда болған жоқ. Қателеспесем, ол папа кетпеші 11. Біз ойлаңыз, сізге дейін мен 10 бөлімін түсіргенмін. 11-шісі 11-ші регионда түсірілген ғой. Мен енді ұялы телефон ұстамағандықтан сендерді көрген жоқпын ол кезде. Вообще ол TikTok қарамайтынмын. Былай ауылда жүргенімде өлеңдерім жазып, сол TikTokқа салып жүрдім. Кейіннен қала келгеннен кейін сотканы жоғалтып алдым да. Ондай сотка ұстамайтын болдым. Ұстағанмен де ішіп жүргеннен ұрлап кетеді, не қылады. Не керегі бар. Керек кезде хабарласатын адам, нөмірлерін жатқа білгендік. Кейіннен көрдім, сол жердегі жігіттер айтып жатыр, Шуақ қит болып жатсың ғой деп. Ненің қиты? Сол көрсетіп жатыр, папа кетпешін. Содан кейін бар. Оны нақты білмеймін ғой, бірін білсем, бірін білмеймін. Ол кезде сіз мас болдыңыз ба или қалай? Мас емеспін енді. Менің ойымша мен түсірдім ғой енді сол кезде. Сіз шамалы сау болдыңыз ғой негізі. Әңгімеңіз дұрыс болды. Әңгіме дұрыс. Иә, дұрыс ақылдар айттыңыз бізге. Нақты көшіп барадыр. Нақты олай танымал болып кетеді деген ой болған жоқ менде. Жарыққа шығып кететін. Кейіннен балдар айтып жатыр ғой, Шуақ сен хит болып жатсың ғой деп. Хит не істеп. Сөйтсем интернеттік желіде, TikTokта папа кетпеші деп жүрсің, кетей сендей балам жоқ деп. Сол өзімді көріп, сол кезде бар не қылып жатырмын ғой, ойлап жатырмын. Өкіндіңіз ба? Бір жағынан өкіндім, бір жағынан енді. Не үшін өкіндіңіз? Дәл сондай түрімен TikTokқа шығып кеткеніме. Негізі сонда сіз зиян бола ма деген ойда болды. Кімге? Психологиясына балдарымның. Сіздің неше балаңыз бар? Бір ұл, бір ұзым бар, Алланың берген.
Екі бала. Екі бала. Соңғы рет қашан көрдіңіз? Сол нақты білмеймін, енді ойымда жоқ. Телефонмен, видеомен сөйлесіп тұрамын. 4-5 ай болды ғой. Көрмеген, көзбе-көз. Қашан көрдіңіз сонда соңғы рет? Енді есептей бер. Марттың кезінде көрдім ғой. Қай жақта? Қалада? Апрельде көрдім, апрельде. Қалада, ауылда? Ауылда көрдім, бір барып қайттым ауылға. Содан кейін қалаға кетіп қалдым, досым шақырып жұмысқа. Сол жұмыс істеп жүріп. Не жұмыс жасадыңыз? Грузчик қой енді, қолдан келетіні. Стройка, грузчик, жер қазу, қап тасу деген сияқты. Е. Сондай жұмыстармен айналысып жүрдік. Ол жақта қанша таптыңыз айына? Айына емес, күніне 7.000, кейде 10.000. Тапқан табысыңызды қай жаққа құртасыз? Тамағыңа, сосын ішетін шарабыңа кетеді ғой. Сол кезде солай кетті ма? Солай кетті. Негізі басқа варианттар болды ма? Мысалы, сол ақшаны наоборот күндегі үйге құртуға, далада тұруға емес, үйде тұруға деген сияқты. Енді қазір қымбатшылық қой енді. 7-8 мың теңге ақшаң жетпейді. Сол жердегі бірге араласқан, бірге ішетін сол жердегі жігіттермен әйтеуір. Енді қалай айтады, доширак, нан деген сияқты колбаса сөйтіп алып жейсің, тамақтанасың. Закуска ма ол сонда қалай? Бірыңғай закуска қыла бермейсің ғой, тамақта жейсің. Арасында сорпа ішіп па? Қатық аласың, айран аласың деген сияқты. Сондай енді, сөйтіп өмір өтті ғой. Өткенге өкініш бар ма? Өткенге өкініш болғанмен де енді өткен шақ қайтып оралмайды ғой. Алға қарай мақсаттар бар, армандар бар, бұйыртып жатса, әр нәрсе Алланың қалауымен. Түйістірейік аға. Алып қояйық. Ал аға, оралайық енді тағы да тақырыпқа. Не айтып отыр едік? Күнделікті қанша табасың деп жатсың. Иә. Шуақ мырзаның Каспий Голдында қанша теңге бар? Менде Каспий Голд жоқ. Ашпадыңыз ба? Әлі ашқанда жоқ. Каспий Голдым 300 мыңдай ма, 180 мың ба, неде жатыр, төленбегендіктен. 180 мың мен 300 мың аға өте жақын емес қой. Қайсысы? Нақты білмеймін енді. 300 мың алдым, сол 180 мыңмен тоқтап қалды ғой деймін. Кредит бірден төленбей қалды ма? Төленбей қалды. Негізі Каспий Голд бар, қазір бұғатта жатыр ма? Бұғатта. Блокта ғой, иә? Блокта, иә. Не алдыңыз негізі 300 мыңға? Телефон алдым, керек жабдықтар ғой. Ол телефон қайда? Телефон сындырып алдым оны. Сосын? Неде жүріп? Сосын бір жартыға ауыстырып жібердіңіз ба? Жоқ, ондай қасиетім жоқ, телефонды ауыстырады. Қара жұмыс істеп жатып сындырып алдым, экраны жарамай қалды. Қалды ғой телефон. Байқап тұр ма, қалтаңызда новый телефон тұр екен. Қазір бар телефон. Иә, құтты болсын. Рахмет өздеріңе. Қашан алдыңыз? Көп болған жоқ, 2-3 күн болды ғой. Қай жақтан алдыңыз? Өздерің әкеп берген телефон. Аға, қоймайсың, не айтады екен деп ойлап едім. Қалай, ұнап жатыр ма телефон? Ұнап жатыр, жеймен. WhatsApp аштыңыз, иә? WhatsApp бар. Онда TikTok пен Instagram'ды бұйырса ашып береміз. Сол жаққа өлеңдеріңіз саласыз. Сізді халық таниды, халық көріп отыр, сізге тіркеледі. Бұйыртып жатса енді TikTok ашылып жатса, Instagram ашылып жатса, тіркеліңіздер. Жазылған өлеңдерімді, алдағы жазатын өлеңдерімді сол сайт желілерге салып отырамын. Бұл телефоныңызды бола ма аға? Болады. Аға, мына обой дұрыс емес деп ойлаймын өзімше. Бетіндегі фон. Енді қандай фон? Бір күшті фон қойып берейін сізге. Мынау GoToUrist'ті қойып бер. Шынымен ба? Шынымен. Болды аға, сөз жоқ қой. Қалай аға? Болады. Яркий түс па? Вот аға, осылай достойно ұстасаңызшы, телефон ұстағасыншы. Болды. Обойын четко қылып қойып. Аға, мына енді папа кетпеші 11-ге түстіңіз ғой. Иә. Содан кейін бір қандай өміріңізде өзгерістер болды? Мысалға, көшеде фанаттарыңыз көбейді ме? Көшеде суретке түсетіндер пайда болды ма? Суретке түсетіндер демеймін енді. Жас балдар көбіне. Шуағаға дейтін еді. Папа кетпеш аға қалайсыз деп. Қай жақта анау, Питакта ма ол? Питакта, универсамда. Иә. Оларға айтып қоямын, олар да көңілдерін көтеріп. Қой, мен сендей балам жоқ деп. Олар мәз. Мәз. Сіз де мәз. Ешкім келіп, суретке түсейік аға, видеоға түсейік деген жоқ па?
Ондай болған жоқ маған. Бірақ халық былай танып жатыр, иә? Танып жатыр, иә. Көшеде жүрген кезде байқалатын шығар бір қызық қарағандары. Бәрі бүйтіп тесіліп қарайды ғой енді қанша дегенмен. Болды аға, бұйырса енді осы видеодан кейін мүмкін сізбен суретке түсетін шығар. Құрметті достар, Шуақ мырзаны, Шуақ ағамызды көшеден көріп жатсаңыздар, бұйырса ұялмай келіп суретке түсуге бола ма? Болады. Бол суретке түссеңіздер болады. Міне аға өзі рұқсат берді. Сол видеодан кейін аға сізді телевизиялық бағдарламалар шақырыпты қонаққа. Білмеймін, солай деп айтып жатыр ғой енді. Сондай сыбыс бар, иә? Сыбыс бар. Қандай бағдарламалар шақырды? Нақты мен білмеймін енді. Сондай сыбыс бар. Өзіме келіп айтылған жоқ енді. Шақырып жатыр деген. Енді сізге өзіңізге айтатындай телефоныңыз болған жоқ қой? Енді айтат шығар, енді телефонын алып TikTok. Иә, міне вот Шуақ аға міне осыдан 2-3 күн бұрын телефон алды. Енді бұйырса сізге бірден шығатын шығар. Құдай қаласа. Я менен рұқсат сұрайсыз ол кезде или қалай? Енді өзің бастадың, өзің аяғына дейін жеткізесің ғой. Бүйтіп жоқ, біреу хабарласып жатса, Шуақ, осындай бағдарлама десе, өзіңіз прямой басасыз ба или рахат осылар шақырып жатыр, не істейміз деп ақылдасасыз ба? Енді сенің нөмірің бар, WhatsApp-ың бар, TikTok-ың бар, өзіңе осындай болып жатыр. Өзің не қыласың, апарасың ба? Солай ақылдасып барып, әрмен қарай жұмыс жасаймыз ғой. Міне команда. Красавчик аға әдейі жауап беріп тұр. Аға мен номерімді ешкімге беріп қоймаңыз. Жоқ. Иә, біреу звондап жүрмесін балам деп. Келесі сұрақ аға. Бізде сұрақтар әр сұрақ сайын қиындай бастайды сұрақтар. Қоя бер, қолымыздан келгенше шынайы жауап береміз. Болды. Басыңыздан аға шырамдарды байқап тұрмын. Енді ол сол. Міне, неше түр дәл қазір мен көріп тұрғаным 4-5-еу. Ар жағын көріп тұрған жоқпын, артын көріп тұрған жоқпын. Неден мынау? Кіммен төбелестіңіз? Төбелескенде құлағаным бар. Кейде бір сол жерге ерегісіп қалып кірпіш деген кездері бар. Оған дейінгілері бар, көкпардан бар. Сотрясение бар ғой? Сотрясение бар, енді ондай қатты емес. Кейде бір андай у-шудың арасында басым ауырып кетеді. Көкпар таптым, оның алдында көкпардан да бар. Мәссаған. Неше жасыңыздан бастадыңыз? Кереметтей емес енді, 21-22-ден бастап соған қызығып, көкпарға өлең шығарып, солай. Қандай өлең шығардыңыз? Нақты қазір айтып көрейін енді. Тау көтерген толағай тарландарым, орындалсын сендердің армандарың. Бұл ақынға шабытты береді ғой, аттарың мен салымды салғандарың деп ауылдың шабандоз жігіттеріне шығарған өлеңім бар. Олар біле ма? Біледі бәрі. Қалай, оларға ұнады ма? Ұнап, рахметін алғысын білдіруде олар. Аға, мына сіздің видеоңыз салдық қой біз әлеуметтік желіге. Иә. Сол кезде астына Қазақстанда қаншама жұлдыздар комментарий жазды. Мысалға, мен өзім жерлес ағам Қайнар Алагөзов. Қазақстанның енді легендасы деп айтсам артық айтпаймын. Мақпал Жүнісова апамыз. Одан кейін мына диета кезетті білесіз ғой? Иә. Екі ағамыз, Жасұлан Базарбаев, қазір қасында жаңадан келген тағы бір кісі бар. Сол кісі мысалы сізді іздеді. Осы жігіт тауып беріңдер маған деп. Енді мен оны нақты білмеймін енді. Ол кісілердің қолдауына да рахмет. Қайнар ағам мықты ақындардың, мықты әндердің авторы ғой. Мақпал Жүнісова апамыз ол деген енді. Талай мықтылардың, қазақтың еңбек сіңірген әртісі ғой, әншісі, әртісі. Мысалы Қайнар Алагөзовке сіз өлең жазыпсыз. Бір желіге кіріп жүргенімде Қайнар ағамның прямой эфиріне кіріп толық қып жазуға цифрлар жетпейді екен де енді әріптер. Сол өлеңі бар, ата-анасы Қайнар деп қойған атын атағымен беделі айға жатын жақын. Мен саған жыр арнайын, шын жүрекпен жасай бер ақтөбелік Қайнар ақын деп шығарған өлеңдерім. Қысқа нұсқа шығарып бердіңіз ғой ана эфирде. Өзінің символы бар ғой, мысалы 30 әріп, 40 әріп деген, соған сыйғызып жазып жібердіңіз. Сыйғанша жазып жібердім. Иә. Енді аға Мақпал Жүнісоваға да бір өлең шығарсаңыз қазір 4 жол. Еңбегін елі үшін тек сіңірген, қазақтың
қазақтың қалай шығарсам екен. Қалай шығарсаңыз да жарасады ол кісіге. Өшпейді елесінен мақпалатын, мәңгілік тарихта кеп тек сақталатын. Мен сізге 100 жас өмір тілеймін ғой, жасай бер. Қолдауыңа мың рахмет, Мақпал апам деп шығаруға болады енді. Шамал Қайнар Алагөзовтікіне ұқсап кетті, иә, соңғы жағы. Сосын ұйқасы шамал болмай қалды. Ұйқасы болмай қалды енді. Бұл кезде қандай сылтау айтасыз? Шабыт кейде келеді, кейде келмейді енді. Неден келеді? Мүмкін бір атын насыбай салып жібересіз аузыңызға. Насыбайдан емес, әркімнің шабыты әрі қалай келеді. Менікі тыныштықта, жалғыздықта отқан. Енді мысалы табиғаттың тыныштығы мына жерде, артыңызда су, мына жерде гол турист енді аға. Қалай реклама? Жалғыз өзім жеке қалған кезде шығады көбіне өлеңдер. Онда аға жеке қалдырайын сізді? Ол да болады. Шығарып алыңыз. Неше минут? 1-2 минут жетеді шығар? 1-2 минут жетеді. Давайте. Болды аға. Уақыт бітті. Тексерем. Көрейік. Ал кеттік. Тайғанақтап өмірге ішкем қарамызда, шешілмейтін сан сұрақ санамызда, шын жүрекпен ән арнап жатыр бүгін қазақтың еңбек сіңірген Мақпалдай анамызға. Ол кісіге ұзақ өмір тілеймін енді. Қазақтың еңбек сіңірген әншісі, қазақтың ерке қызы ғой енді. Иә. Керемет өлеңі бар. Аналардың жалғар үзігін соңдарынан ерген қызымын. Қолаң шашты қиға сөз қара көз, мен қазақтың қызымын, ерке қызымын. Ол кісілердің бір туар кісілер ғой енді. Кездескіңіз келе ма негізі Мақпал апамызбен? Алла бұйыртып атса, кездесіп, сұхбаттасып, сөйлескім келеді. Кез келген адамның арманы ғой ол кісілердің жүзбе-жүз кездесу деген. Иә аға, енді мен ол кісіні жеке былай танымаймын. Бірақ менің видеомның астына пікір жазған ғой енді ол кісі. Осы видеоны енді бір Мақпал апамыз танитын, немесе осы оқырмандар, көрермендер сол кісіге жіберсе, мүмкін сізбен кездесіп қалар. Алла бұйыртып атса, орындалмайтын арман жоқ, мақсатың айқын болса дейді ғой. Иә. Ол бәрі Алланың қалауымен дей нәрседе. Осы тіршіліктеріміздің бәрі Алланың қалауымен болып жатқан нәрсе. Ниет түзу болса, әрмен қарай көре береміз. Алла жеткізеді ғой армандарға. Тағы да кіммен кездескіңіз келеді? Енді көп қой, барлық әншілермен, ақындармен кездескім келеді. Аттарын ата жүрсеңіз. Қайнар ағаммен жүзбе-жүз сөйлесіп кездескім келеді. Ол кісілерден жол сұрап, ақыл кеңес сұрап. Мысалы мен нақты менің қолымда диплом жоқ, бір өнер жағы сол өлең жолын қуып, әрмен қарай журналистикпен айналысып не қылғаным жоқ. Алла тағаланың берген, бойыма берген дарыны сол өлеңдер ғой енді шығатын. Кейде қысат, сол кезде бар жеке қалып табиғаттың аясында отырған кезде күніге 10-12 поэзия жағынан өлеңдер шығаруға болады. Кейде шығарып та тастаймын. Бір күнде ең көп шығарған өлеңіңіз неше болды? 14 өлең шығардым. Бір күнде, әлі есімде. Или неше сағатта? Сағатта емес, енді 3-4 сағаттың ішінде кейде барып былай тірліктер істеп келесің. Сол көлеңкеде, таза ауада, жалғыздықта көбіне енді менікі. Отырып, көлеңкеде бір табиғат аясында, таза ауада отырып, көбіне сондай сеттерде шығады. Былай көрген нәрселерге жаймен 1-2 шумақ шығады. Сол кездерде түртіп қоймасаң, оны ұмыт кетесің, ұмыт қаласың. Сол Қайнар Алагөзовпен, сосын Мақпал Жүнісовамен, тағы да кіммен кездескіңіз келеді? Мүмкін осы видеоны көріп, әйтеуір кездесіп қалар деп тұрғам ғой аға? Алланың қалауымен ғой не нәрседе. Мен базар жоқ театрындағы Ерболат ағамыз Шымен апаның рөлін ойнайтын. Сол кісімен кездескім келеді. Болды. Алла бұйыртып атса енді, көбіне сол өнер жағынан арманда енді. Ақындардан ше? Ақындардан айттым ғой, Қайнар ағамызбен ең бірінші кездесіп, сөйлесіп, сұхбаттасқым келеді. Иә, ақындардан міне Қайнар Алагөзов. Әншілерден Мақпал Жүнісова. Сосын өнер жағынан Ерболат ағамыз. Ерболат Төлеген, иә? Иә.
Сосын болды иә осы болды. үшеу. Сол ішкісімен әрмен қарай енді Алланың қалауымен кездесе береміз. Иә. Расул іздеспен кездескіңіз келмей ма? Кіммен? Расул іздес. Расул? Көзің жұмып тұршы бір адам. Бір тосын сыйымыз бар. Көзің жұмып тұр. Жұмып тұрмын. Ашып тұрған жоқсың ғой? Жоқ. Мінекей, осы сәт туды. Шуақ рахым берді. Хочу встретиться с тобой, Расул здесь деп ұзақ видео салды. Сол сәт туды енді. Студиямызға, яғни папа кетпеші бағдарламасында қонақта Расул здесь. Қарсы аламыз. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар, амансыздар ма? Шүкір Алла, өздерің қалайсыз? Расул ке, мына ортамызға тұр. Аға енді алдынан бері айтып жүрсіз маған, Расул іздеспен кездескім келеді. Қазақтың Миша Литвині ғой деп ше. Енді Расулдың сізге қай видеолары ұнайды? Мысалға. Мен видеоларын көрген жоқпын ғой. Ау? Бұл жігіттің видеоларын көрген жоқпын ғой. Құдай қаласа көресіз біраздан. Алла бұйыртып жатса көреміз. Сіз алдында маған қоймай жүредіңіз ғой, Расул іздеспен кездестір деп. Қой, мен саған ондай әңгіме. Бүйтіп айттыңыз ғой міне. Ақындардан Қайнар Алагөзов, әншілерден Мақпал Жүнісова, өнердегі ағаларымыздан Ерболат аға дедіңіз да. Осы мына қазір интернетте жарып жүрген әйтеуір тентек осы жерлес інім Расул іздеспен кездессем бір арманым орындалып шамалы бір жақындайтын едім армандарыма деп. Міне сол сәт туды. Туып тұр екен бір адам осы жерде жолығып тұр екенбіз дегенбіз. Иә. Расулға не айтасыз енді алдағы өзің өнеріне, творчестволық жолына? Ақ жол тілеймін ғой, өнерде бағың жана берсін, аңсаған арманыңа, көздеген мақсатыңа жете бер. Ел алдында беделің зор болсын. Рахмет көп. Алла арман тілектерін қабыл етсін. Аға, Михаил Литвин танисыз ба? Танымаймын. Қазақыларды. Ане. Опанки. Ой, Санечка, снимаешь. Енді есіме түсіп отыр. Енді есіме түсіп ма? Иә. Дәл осы. Кәнекей, осы студияда неге Шуақ аға мен Расул бірге билемеске? Кәнекей, Шуақ аға, биле аға, давайте. Аға, кәнекей. Сіз міне қолыңызды көтересіз міне. Осы қолыңызды көтересіз, аяғыңызды бүйтесіз, міне. Камераға түсіп жатыр ма? Ой деп қайталайсыз ғой. Иә. Кеттік ал. 1, 2, 3. Опанки. Ой. Біраз салмағым. Мықты коллаборация болды деп ойлаймын енді. Бұйырса енді Расул дәл осы биді Михаил Литвинмен түсірсін. Иә, билеп. Бол, сол кезде айтасың ғой енді. Шуақ легендамен. Екеуіңе де тілектеспін, Расул. Рахмет көп. Көп рахмет шақырғандарыңызға. Кетпе Расул. Мен айтып жіберейін енді. Бұл Расул енді Қызылорданікі. Қазір Михаил Литвин деген осы СНГ-ге, ТМД елдеріне танымал блогер бар. Блогер, пранкер. Жаңағы машиналарды өрте жібереді, машинаны жар жібереді. Қазір дүкендерден де көріп жатқан жазыз Лит Энерджи деген сок бар. Энергетик қой, лимонадтары да бар. Иә, соны шығарып жатқан жігіт қой. Мысалға, сол Литвиннің фанаты енді Қазақстандағы. Інісімін ғой. Иә, қазақи версиясы ғой. Арманың орындалсын енді. Рахмет. Басқа не дейміз енді? Михаилмен бұрынғыдай араласып жүрген жоқ. Сені бір айтып тапсырып жібереді. Негізі бірге іштіңіздер ме бұрын Михаилмен қалай? Бір рет. Шема ол кісі. Бір рет келе жатқан ол. Маған ішекте де үйге асығып кетіп баратырмын. Қай кезде, қай жақта жүрді ол кезде? Общение ұстап алып сені кездестіріп жіберетін едім енді. Білмей қалдым. Ол Москвада жүрген кездерде ма? Москвада емес, осы Байқоңырдан келе жатыр екен бермен қарай. Москва, Байқоңырда шамалы қазір арендада тұр ғой Россияда енді. Олай кіріп шығып жүре бере алады ғой. Иә. Сол жақта келе жатыр екен. Біздің ауылдың тұсында машинасының баллоны жарылып қалыпты. Жақын маңда вулканизация бар ма деп. Қазақша айтты ма? Орысшалап айтып жатыр. Қалай айтты орысша? Айтып қойшы. Вулканизация, әйтеуір баллон деп жатыр енді. Түсіндім енді. Орысша бір қатты түсінбесем де сөйлемесем. Қасында кім болды Литвиннің? Кім болған жоқ, ана түрін бедетін түрін. Даня дейтін біреу бар еді қасында. Томпақ біреу бар қасында әйтеуір. Томпақ. Бөжей ма? Бөжей емес ол. Бөжей емес па? Өзіміздің. До конца. Даравоз, дикий Даня Даравоз. Олар емес ол.
орыс жігіт болды қасында. орыс жігіт шама толықтау керек екен, Иә. Сонымен ауылда кіреберіс ауызда вулканизация бар еді, құрдасым вулканизациясы. Сол жерден баллон жамап беріп жібергем. Рахметін айтып. Спасибо. Қара джиппен келеді, маркасын қараған жоқ. Иномарка, иә? Иномарка ғой. Болды. Сол аға онда Расулды студиямыздан қошеметпен шығарып салайық. Рахмет аға, танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Болды. Келесі сұраққа көшеміз ба? Көшейік. Аға енді жаңа Дикий Данияр Дарабоз, Одинокий Тигр, Найман Садыр, Томшақ Матай деп бақырып жүрген Данияр бауырымыз мысалға. Буйжай бар жаңа енді. Осы жерде айттық қой. Сол жігіттерге көзқарасыңыз қалай? Енді көзқарасым болғанда солармен шығатын мүмкіндік болып жатса, мен көшеде төбелесіп, үйреніп қалған адам көшеде жүріп, мүмкіндік болып жатса төбелеске шығуға дайынмын, айырып жіберемін есіне. Ох ты, вызов басталып кетті ма не? Басталғанда да енді мүмкіндік болып жатса, соған бойға шығатын төбелеске дайынмын. Бұлай негізі көшеде ұстап алсаңызшы. Негізі не үшін мысалы төбелескіңіз келеді? Бір ызаңызға тие ма олардың қылықтары, или білмеймін, просто күшіңізді салыстырып көргіңіз келе ма? Енді күш сынасып көргім келеді, сосын көп сөйлейді ғой олар. Кім именно? Бүжейді айтам. Бүжей ма? Мен жерлесім ғой енді. Жерлесің болса енді жерлесің шығар. Ол да қазақтың баласы, бірақ енді көп сөйлейді, сол жеріне жыным келеді, көргім келеді, бұлай бойға шығып төбелесіп. Көшеден ұстасам айырып жіберемін. Бір андай мас кезіңізде тап болып қалса негіз кәдімгі жаға жыртысып кетейін тұрсыз ғой, а? Енді шамалы градус болса шақырғым келеді да енді жекпе-жекке. Негіз соңғы рет қашан төбелестіңіз? Енді біз жақта енді 1-ге 1 шықпайсың ғой, 3-ге 1 шығасың, 2-ге 1 шығасың. Сіз жалғыз 3 адам жабыла ма? Жабылады енді. Сол кезде 3-ге 1-ді алып тастап жүрдіңіз ба қалай? Алып тастап жүрдім ғой. Оң қасында енді жаңағы Буйжай, Дарабоздар мен үшін олар 1-ге 1 ғой енді. 1-ге 1, иә. Айырып тастаймын ғой. Әні. Если көріп отырсаңдар, возмуш болып жатса, рингте күш сынасуға дайынмын. Енді брадан, ол жігіттер мысалға гонорарға шығады. Мына видеоны көріп енді ұйымдастырушылар ойлап жүрмесін. Мына жігіт 1 жартыға шығады ғой деп. Осы жерде бір гонорарыңды шамалы айтып берсең де болады. Примерно осындай баға берсеңдер, мен дайынмын деген сияқты. 500 000 теңге берсеңдер, мен дайынмын. Дарабозбен де, Бүжеймен де жекпе-жекке шығамын. Таңдамайсың, соперник таңдамайсың. Таңдамаймын. Қайсы бірінші таңдайды? Дайынмын ғой. Екеуі де шығатын болса, пау жерде шыға бересің ба? Дайынмын, иә. Енді Шуақ мырза, Шуақ ағамыз көшеде төбелесіп жүр ғой енді. Жаңағы Буйжай, Дикий Данияр Дарабоздар рингте. Негізі ринг пен көшенің айырмашылығы бар ма? Рингте онда уақытымен, сосын өзінің рингтің өзінің несі болады ғой, ережесі. Көшеде ереже жоқ. Ол жерде тренер болмайды, ысқырмайды. Дайындалмайсың да ғой, аяқ асты болып кетеді. Мана жақта енді бұл кісілер дайындалады, спорт залға барады, жаңағыдай вес қуады. Бұлайынша енді өмірдің өзі спорт қой, қарап отырсаң. Ішіп қана емес, арасында спортпен айналысып тұрамыз. Тас көтеріп сөйтетін шығарсыз? Тас көтересің, қап көтересің. Жаңа грузчик болып та жұмыс жасағам деп айттыңыз, иә? Қара күш қой сізде? Қара күш қой енді. Сол, олар шақырып дайын болып жатса, салмағың неше? Салмағым осы кезде бір 85 па, сол шама шығар. 85 бой? 1-де 70. Знак зодиак? Қалай знак зодиак? Қандай, арыстан ба, жаңа таразы ма? Мысалы, мен весыймын, таразы. Мен су құйғыш. Су құйғыш? Суда арақта құйып жүрдің ғой кезінде. Любойын құйып жіберем ғой. Болды. Су құйғыш, вес 85, бой? 1,70. 1,70. Если что, су құйғышпен шыққыларың келсе, смело вызовты қабылдасын онда, я? Қабылдайды шығар енді. Мысалға ертең, андай ғой енді, қараш. Мысалы, бойға шығатындар өзіне лақабат алады ғой. Мысалы, Шуақ қандай лақабатпен шығады? Шуақ па? Қалай деп атасақ болады? Папа Шуақ деп сонымен шыға береді. Папа Шуақ. Папа Шуақ. Рингтің папасы. Бұйыртып атса, сол рингтің папасы болады. Мақта.
әдемі қойып түсіп тұр папа шуақ. Мен футболкамды көрдің ба? Сол шуақ қой. Папа кетпеші деп тұр ғой. Если что, братан, саған ұнаса осындай футболка жасатып бере аламын. Жасатып берсе? Бұл ешкімде жоқ, өзімде 2-3 бар, мысалға. 2 түйір ғана. Осы мысалға, артыңда да суреті бар міне, үлкен. Үлкендей қып, алдына да, артына да үлкендей қып бір. Сонымен бойға дайындалып, қабылдап жатса, сонымен бойға шығамыз. Болды. Осы видеоны Бөжайға және Данияр Дарабозға жіберіңдер, Өзевті қабылдаймаған. Енді олар қаншама бой өткізген адамдар, шуақ енді көшеден келіп тұр ғой енді. Білмеймін енді, қорықпаса қабылдайды шығар. Қабылдайды деген үміттемін енді. Негізі, оларда мысалы рекорд бар да, 3-0, 3-1 мысалға. Сіздің көшедегі рекордыңыз неше? Оның саны жоқ. 15-те 1 ма, 15-те 4 па сондай ғой. Примерно 1 рет немесе 4 рет ұтылып қалдыңыз, иә? Иә. 15 рет бірақ жеңдіңіз ғой. Жеңдім. Міне, Шуақ ағамыздың рекорды 15-те 1 немесе 15-те 4 білмей тұр өзі. Кейде мас кезінде мүмкін 4 рет ұтылды ма, әлде 1 рет ұтылды ма, иә? 1 рет тең нәтиже болған жоқ қой? 1 рет ер адамнан ұтылып қалған кезім бар. 3 бала жабылып кетіп, басым жарып кетіп. 3 рет қасымдағы әйел кісіден енді әйел адамға қол көтере алмайсың. Ұтылып қалдың ба әйел адамға? Қалай? Ұрып тастады ма? Әйел ғой енді. Үстіге мініп ұрып тастады? Үстіме мініп, беттен емес, енді арқамнан ұрып сөйтіп. Ойбай қойдым, сенікі дұрыс, жеңілдім деп. Солмен ба? Міне, Шуақ ағаның рекорды 15-те 1. Аға, енді сұрақтарға тағы оралайық. Өзев тасталды. Енді ответ күтеміз. Бұйыртып атса. Иә. Жаңа шрамдар енді төбелестен ғой бұл, иә, бастағы. Төбелесі бар, көкпары бар. Мына үстіңізде бір шрамдар тоже көріп тұрмын. Жара ма? Бұл неден? Ол сол төбелестің арасында асфальтқа шыстырылғаннан. Кәдімгідей ғымды үлкен екен, иә? Иә. Асфальтта, көшеде төбелесіп жүрген жігіт қой енді. Қанша жыл осындай жағдайда жүрсіз? 3-4 жылдың көлемі болды ғой. 4 жылдай болып қалды. Сонда ең бірінші қай кезде ішіп кеттіңіз жаңағыдай? Далада қуанып мысалға? 2020-да ғой. 5-ші жылға барады. Биыл 5-ші жыл. Юбилей. Юбилейде тоқтатайын тұрсыз. Юбилейде тоқтаттым уже. Бастап кеттіңіз? Тастап кеттім. Иә. Тоқтатып, нүктесін қойып кеттік. Не себеп болды осындай жағдайға түсіп кетуге? Енді әр нәрсе ғой, шешілмейтін түйіндері болады. Сонымен ішіп кетуге тура келді. 1 метр жіппен емес, шөлмекпен жеңіп, ұмытып кеп, соңында шықтық осы неден. Реті келсе, шөлмектен алыстау жүрген дұрыс енді. Шөлмектің апаратын жері ұзақ емес, айтатын. Ақылға салса, барлық қиындықтың шешімі табылады. Шуақ оянды, иә? Оянды, иә. Халық айтады комментарийда. Осы Шуаққа сбор ашып, көмек қолын созып жіберейік деп, соған өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Сбор ашпай-ақ, былайынша көмектесем деген жігіттер не қылып жатса, демеп жіберем деген. Қарсы емеспін, бірақ сбор ашуға мен енді қарсысыз ба? Қарсымын, өз басым. Маған ашқанша жаңағыдай көп бала аналарға, сол кісілерге көмектессе, мен қайта өзім де соған атсалысуға тырысатын едім. Дәл ондай бір жағдайда жүрген жоқпын ғой енді. Аллаға шүкір, әуелі Алланың арқасында жаймен көтеріліп келе жатырық. Бұл енді көмектесіп демеймін деген ағалар болып жатса, осындай поддержка беремін. Кәсіпкер ағалар, иә? Кәсіпкер болсын. Осы бауырымның өнерін қолдап жіберейін. Шамалы спонсор болам деген жігіттер болса, оған жоқ демеймін. Енді сбор ашуға өз басым қарсымын. Қарсысыз, иә? Қарсы, иә. Болды, осы жерде міне нүктесін қоямыз. Біз сбор ашпаймыз. Шуақ мырза өзі қарсы. Бізден кейін өміріңізде қандай өзгерістер болды? Енді әлеуметтік желіге шыққаннан әркім әртүрлі айтып жатыр ғой. Шуақ, сен анау өлеңдеріңді бәрін не қылсай, жинақтасай, әркімге былай болмайтын тиын тебенге өлең шығарып беріп жатсың. Мысалы біреу келеді, туған күнім еді, болмаса досым туған күн еді, болмаса балам жарысқа қатысатын еді, таныстыру керек еді деген сияқты.
Мектепке, балабақшаға шығарып жүрсіз балабақша бәрі келеді да енді сол жерде. Шуақ білеміз ғой сенің бұрынғы парақшаларыңды да сода подписчикпіз, осындай шығарып берші деп. 2000 теңге, 3000 теңге ақшасын беріп кетеді. Сол кісілерге шығарып беремін, енді көңілін қалдырмаймын. Кез келген адам сұрақ келсе жоқ демеймін. Ручка мен дәптер алып келіңіз деп сол кісілерге жазып беремін. Алғысын айтып сөйтіп беріп кетеді. Ең қымбат жаңа өлең шумағын қаншаға сатып алды? Енді алмаймын десем де бір кісі 5000 теңге беріп кетті. Ол қашан? Таныстыруға ғой. Көшеде жүргенде мас болып? Иә, мас болу емес енді. Есімді білем. Жоқ, енді сол далада қонып жүрген кездерде ма? Далада қонып жүрген кезде бір кісі келді, сол универсамда енді. Шуақ менің балам жарысқа қатысатын еді Жігіт Сұлтанына. Соған таныстыру шығарып берші деп. Сол кісіге таныстыру, баласына таныстыру шығарып бердім. Алмасаң ренжеймін деп қолыма 5000 теңге беріп кеткен кезі сол енді. Сол 5000 теңге қай жаққа кетті? Кететін жағына кетті ғой енді. Енді жоқ. Ішімдік алып тастадыңыз. Сусыны бар, шөлмегі бар. Сол кезде кетті ғой, самсасы бар. Сол кезде қалай келді? Күнкөріске, сосын шамалы алкогольге, иә. Яғни Шуақ ағаның бір шумақ өлеңі 5000 теңгеге сатылған ең қымбаты. Сол яғни. Иә, егер осы жерде даже аукцион жасап жіберсек те болады. Мысалы, комментарияда біреулер жазса, бауырым, мен сенің өлеңіңді осыншама ақшаға сатып алам, осынша ақшаға бағалаймын деп. Оларға да қарсы емеспіз негізі, иә? Қарсы емеспіз. Иә. Кез келген адамдар енді TikTok, интернет ашқаннан кейін өлең шығарып берші десе, мені қолдаған ағайындарға мен неге көмектеспеймін? Қолымнан келгенше көмектесіп, барынша жазып беруге тырысамын. Біз сізді видеоға түсіріп салдық қой әлеуметтік желіге. Иә. Содан кейін үйдегілеріңіз, жаңа әйеліңіз байланысқа шықты ма? Үйдегілер анам хабарласты енді. Не істеп жүрсің? Ұлың мен қызың ертең сабаққа барады. Не айтады? Осының өзінде намыстанып жүр деп. Осыны айтып жатырмын енді. Алдағы уақытта жөнделемін, барлығы жақсы болады, түзеймін, өзімді көрсетемін. Содан кейін енді ашуланып басылды ғой, ана жүрегі кешірімді, қанша ашуланғанмен. Сөйтіп алдағы уақытта енді бәрін өзімді көрсетемін деп алға қойған арманым. Сол видео себеп болды ғой аға, иә? Бәріне де сол менің өлеңдерім бар екеніне, мысалы, барша Қазақстанға танылуына сол видео себеп. Бірақ Қызылорда төңірегіндегі өзім подписчиктерім бар. Ол кісілер біледі ғой, енді Қазақстан білген жоқ, енді мен өлең жазатынымды, ақын екенімді, кішігірім айтыстарға қатысып, не қылғаным, жүлде алғанымды, өлеңдерім бар екенін барша Қазақстан білген жоқ. Сол видео себепкер болып тұр ғой, соның бәрі. Енді басы қатты болғанмен арты тәтті болады дейді ғой. Аяғы тәтті болады деген ойдамыз. Сондай болды ғой? Сондай болды, иә. Яғни бізге реніш жоқ. Сондай болады деген ойдамыз. Сендерге ешқандай ренішім жоқ. Өмірдің өзі новелла. Алла тағала пендесін жақсылыққа бастайым десе, ең қиын ауыр жолдармен алып жүреді дейді ғой. Дұрыс айтасыз. Кім екенін, шын достың кім екенін, дұшпанның кім екенін бәрін көрсетіп. Өмір маған көрсетіп берді, шын досты, шын жанашырды, дұшпандарды барлығын. Алдағы уақытта жақсы жетістіктерге жетеміз деген ойдамын. Әйеліңіз байланысқа шықты ма? Жоқ, менде телефон жоқ, осы жақында ғой алғаным. Іздеп тауып сол жерде екеніңізді біледі ғой енді видеодан. Жоқ, енді іздеп тауып ондай келген жоқ. Бірақ енді ауылға мен осы жақта жүргеннен кейін барып не қылады? Ақанның қасына, балдардың қасына көмектесіп, бұйыртып атса, ол кісімен де кездесіп, барлығын жөндеуге тырысамыз енді. Негізі кәдімгі ресми түрде ажырастыңыздар ма? Ресми түрде, заңды түрде ажырасып, солай. Қашан? 2020-да ғой. Сол қалай іш бастадыңыз солай ма? Әлде бірінші ажырасып, сосын ішімдікке салынып кеттіңіз? Жоқ, мен оған дейін де ішетін. Мінезім шатақ, солай болатын. Барлығына көнді, бар арманымды көтерді. Ол кісіге мен қоятын, тағатын ондай айыбым жоқ. Ұл қызым да Мақанның қасында болсын, енді біз осындай ажырастық, осындай өміріміз осындай болды деп. Ол да түсіністік танытып,
ұлымды қызымды мақанға беріп, суббота воскресенье демалыстарында ауылға барып мақанның қасында, ұлым қызым қасында араласып тұрады. Ол кісі барып тұрады ғой ауылға, иә. Бірақ сізді соңғы рет қашан көрді? Нақты есімде жоқ. 3-4 жыл бұрын ба? Соңғы рет келіншегіңіз сол кезде көрдіңіз, одан көрген жоқсыз? Ажырасқаннан кейін бір мәрте ғана кездесіп қалдым. Көшеде ме? Көне базарда, жолда. Не сөйлестіңіздер? Жағдайын сұрадым. Я жақсы, бәрі қайтпайсың ба, не жүрсің мынау деп, ол да ақылын айтып жатыр ғой, жаны ашиды қанша деген. Негізі қосылғысы келеді ме ол кісі? Нақты ол жағының ойын білмеймін енді. Маған байланысты ғой енді. Аяққа тұрып, түзеліп, өз-өзімді дәлелдеп көрсетіп жатсам, сөйтіп барып, қосылайық, арамызда балдар бар деп неғып жатсам. Мүмкін осы видеоны көріп, шамалы ойы өзгеретін шығар. Сіз де қазір міне дұрысталып келатсыз ғой енді, шынымен. Осы уақытқа, міне осы дәл қазіргі сәтке дейін сізбен қанша видео түсірдік. Аллаға шүкір, қанша миллиондап қаралымдар жинап жатыр. Алла қаласа енді осыдан кейін сізге де ұсыныстар түсетін шығар. Әншілерден мүмкін, өнердегі жаңағы бауырым осы маған әніме сөз жазып берші деген сияқты. Сөйтіп, жайлап табысқа шығып, сосын тағы да неге отбасыны тағы да қалпына келтірмеске? Негізі өзімнің ойымда бар ғой енді, өз-өзімді көрсетіп, аяғыма тұрып барып, кешірім сұрап, әрмен қарай қосылып өмір жалғастыруға. Тағы да балаларды көбейтуге, иә? Иә. Жассыз ғой әлі? Жаспыз ғой. Қазір жасыңыз нешеде? 31-демін ғой. 31-де. 32-ге толасыз ба, еле қалай? Құдай қаласа толамын. Осы жылы толасыз ба? Осы жылы алдағы январда толамын ғой. Келесі жылы ғой январ? 2026-да. Осы жылы толдым ғой 31-ге. 31-ге осы жылы қаңтарда толдыңыз. Осы жылы 31-ге толдым. Иә, яғни нешінші жылғыз? 94. 1994 қаңтардың 31. Қаңтардың 31. Иә. Жаңа жылдан кейін кәдімгі ровно бір айдан кейін туылған екен. Бір айдан кейін. Міне Шуақ ағамыз өзіміздің 1994 жылы Қызылорда қаласында туылған 31 қаңтарда. Жалпы жас, жаңағы видеода, ең бірінші видеода неше жастағы кісіге ұқсайсыз? Енді бір 40-45 жастағы ғой енді. Ол жерде қырынбайсың, жуынбайсың. Сол киім қанша дегенмен сақал, азып кеткен шаш, жыртық киім, қан түр, ісіп кеткен. Сол Шуақ ағаны 10-15 жылға қартайтып жүрген ғой. Қазір міне красавчик болып отыр, барбершоптан шашын қиып алды. Арай Ситимолдан киініп тастады. Қолында телефон. TikTokқа, Instagram, WhatsAppқа бізбен күнде байланыста. 24-те айтшы, братан. Иә, звондаймын ғой видеомен. Звондап сөйлесіп тұр қой. Не істеп жатсың? Айналаңды көрсет, кім бар? Ішіп отқан жоқсың ба? Мысалға. Сөйлесіп, хабарласып отырық қой енді өзімен. Алдағы уақытта жақсы жетістіктерге жетеміз деген ой. Алла қаласа аға. Құдай бәрі Алланың қалауымен ғой. Бұйыртып жатса жетеміз. Негізі отбасыңызбен неше жыл тұрдыңыз? Қай жылы отау құрып деген сияқты? Сол 2013-тің октябрінде үйлендім ғой. 2013 октябрінде. 13-ші октябрь. Ол кезде неше жаста болдыңыз? 19 жаста. 19 жаста кәдімгідей үйленген ғой ағамыз. Неше жаста әке атандыңыз? 20 жаста әке болдым. 20 жаста. Бір жылдан кейін бала болыпсыз, иә? Ұл, қыз? Ұлым. Бірінші ұл? Бірінші ұл. Одан кейін қыз? Одан кейін 2015-те қыз. Ол кезде неше жаста? 21-де ма? 20-дамын. 20-да ұлды болдым, 21-де қыз болдым. Жанып жас кез ғой кәдімгідей. От болып жанып тұрған кез. От болып тұрған кез. Сөйтіп 2013-те үйлендіңіз ғой? Иә. Сосын 2020-да ажырастыңыз. 2020-да. 7 жыл. 7 жыл. 7 жыл, бірақ кәдімгі бала шағаңыз қасыңызда болды ма? 7 жасқа дейін? Өзімнің қасымда. Иә, мектепке барғанша қасыңызда болды ғой, иә? Мектепке барғанша, мектеп оқығанша. Ол кезде ес біледі. Ес біледі. Сағындыңыз ба? Сағынасың ғой, қанша дегенмен өз балаң өзектен деп келсе де кетпейді деген бар ғой. Бала шағаңызға бір өлең шығарған жоқсыз ба? Енді ол шығарып қойғандарым бар, қазір нақты есімде жоқ. Ұмытып қаласыз ба? Өзімнің жеке қойын дәптер дейді ғой. Иә. Сода барлық жазылып тұр, қаншама. Осы кездің осының өзінде бір 50 шақты өлеңдерім тұр ғой, қойын дәптерде.
Қашан жаздыңыз оны? Осы қыстан бері адаптацияға алып кеткеннен бері соның ішінде. Адаптация осыдан бір ай бұрын ба жаттыңыз ғой мысалы? Оның алдында қыстың күндері жаттым ғой. Салқын кездері ма? Салқын Біз сізбен майда ма, июньде ма кездесіп қалдық. Сөйтіп қысты күні сияқта жаттым, сосын сұранып шығып кетем. Жұмыс істеп жүремін да, соны қайттан ішіп кетем. Сол кездерде бір 50-дей өлең бар ғой жазылған. Оның арасында шығарып біреулер келеді. Бұлай шығарып беш, бұлай шығарып беш деп оларға жазып беріп жібергенім қаншама. Соларды санамағанда 50 шақты тұр дәл қазір. Нақты қолымда 50 данадай тұр. Осы уақытқа дейін қанша питак болды? Питак болғанда жаңағы жұмыс па? Жоқ, жаңа универсам сияқты қандай жерлерде тұрдыңыз питак? Көне базарда жүрдік. Көне базар біреу. Сосын сол универсал. Екі жерде ма? Екі жерде жүрдім көп. Сол екі жерде мекендеңіздер ғой, мекендедіңіз. Осы уақытқа дейін екі жерде мекендепті аға. Универсамда және Көне базар. Көне базар, старый базар. Бұл жақта сөйтіп бөлінеді, старый базар, новый базар деп. Аты жоқ базардың. Бар ғой енді. Халық сөйтіп айтып кеткен ба? Солай атап кеткен ғой. Ішімдіктен басқа не затқа жоладыңыз? Ішімдіктен басқа анда-санда шылым тартам, оған тәуелді емеспін енді. Темекі ма? Темекі. Басқа? Одан кейін насыбай атам енді. Темекі, насыбай, ішімдік. Наркотик ше? Жоқ, ондайға әуестігім жоқ. Ондай шөп шегу? Жоқ, ондайым жоқ. Ондайға жақындаған жоқсыз? Ондайға жақындаған жоқпын, жақындамаймын да. Құдай сақтасын. Құдай сақтасын. Негізі ана, мен енді Қытай кезімде бүйтіп сондай алқаштардың қасынан мысалы өтіп баратасың ғой енді. Сол кезде бір шприцтер жатады, үйдегілер айтады, ондай жермен жүрме, ана табандарына кіріп кетеді. Сөйтіп бірден егет деп ше. Сондай болып қалған қандай детский травма. Ойлаймыз ғой біз ішкен адам, значит, есін білмейді, укол тығады, бірден істейді деп ше. Жоқ, мен ондайларымнан әуестігім жоқ. Ішем ба, өзімнің шама-шауқыма қарап ішем. Ондай ине тығу, шөп-шалаң ондайға қатысым жоқ. Енді аға, 5 жыл бұрын сіз басқа шуақ болдыңыз, қазір басқа шуақсыз. Алдағы 5 жылдан кейін қандай шуақты көресіз? Қандай шуақты көрсем екен деп армандайсыз? Арманына жеткен, менмін деген мықты әншілерге сөз жазған, өзінің ойындағы жоспарларын іске асырған шуақты көрсем деп армандаймын. Қандай арманыңыз бар? Басты мысалы, 5 арманыңызды айтыңызшы. Өзіме жеке баспана алып. Қай қаладан? Осы Қызылорда ыстық қой енді. Туған жерде қалғыңыз келе ма? Туған жерде. Содан сайын өзіме жеке көлік алып, бір көкпар шабатын мықты сәйгүлігім болса. Мықты. Темір тұлпарда былай да тұлпар алғыңыз келіп тұр ғой, Содан соң жеке өзімнің малдарым болса, сауын сиырлар деген сияқты. Негізі сіз бұрын малмен айналыстыңыз, Малмен айналыстым. Сосын соңғысы қалды. Соңғысы сол әкемізден қалған жер бар, жеке жер. Соны өзім нақты сенімді спонсор тауып, әрмен қарай сол жерді игеріп, егістік алқаптарын егіп, әрмен қарай. Ол кезде ол жақта не егесіздер? Күріш па? Күріш, жоңышқа ғой. Осы неде? Қызылордада негізі күріш қой, күріштің отаны. Күріштің отаны. Сыр алаштың анасы. Суда тұрады, Бірыңғай суда өседі. 90 күндігі бар. Негізі күріш егу білесіз ба өзіңіз? Күріш ектім, 2 жыл ектім. 5 жылдан кейінгі шуақты айттыңыз. Айттық. 10 жылдан кейінгі шуақшы. 10 жылдан кейін бәрі Алланың қолында. Оған дейін бармыз ба, жоқпыз ба, мүмкін одан да әрі кетеміз ба. Жоқ, мысалға 5 жылдан кейін тек арман айттыңыз ғой. Мысалы 5 жылдан кейін неше балаңыз болуы мүмкін? Енді көп бала болғаны жақсы ғой, әр бала өмірге өз несібесімен келеді дейді. 6-7 бала болса, жоқ дегенде бір 5 бала, 3 қыз, 2 ұл болсын, 3 ұл, 2 қыз болсын әйтеуір. Негізі қыз бала әкеге жақын. 5-6 баламен
Алла беріп жатса 10 жылда армандарға жетіп 10 жылдан кейін 41-де боласыз ғой? Әлі жас. жас қой. Иә, 40 бай, 50 байларды әкелуге болады әлі. 60 бай, 70 бай. Осы жерде реклама тығып жіберейін баға деп. Енді өзің көресің енді. Ой жоқ, ойнап айтып жатқам ғой. Осындай интервьюларда реклама айтады ғой сондай. Иә, білемін. Еркектік күш қуат деп ше. Аға жаңа енді комментарияны оқып шықтым деп айттыңыз. Мен сол комментариялардан сізге сұрақтар дайындағам. Соларды оқиын. Сол комментариялар жауапсыз қалмасын. Қалмасын енді. Қолдан келгенше жауап берейік. Шуақ, не болды осынша жағдай болатындай бір мектепте оқыдық. Бір түрлі болып кеттім ғой дейді. Айто дейді. Айто 95-12 дейді. Менен бір жыл төмен оқыған қыз ғой. Танып тұрсыз. Айтолқын деген. Енді ол өмір ғой енді. Өмірде кейде өлең бар ғой керемет. Көтеріп тұрып, құлатады өмір, күлдіріп тұрып, жылатады өмір. Үп еткен желге дірілдемесен, шыдамдылықты ұнатады өмір. Өмір осындай несін тосын сыйын жасаған шығар енді маған. Кімнің кім екенін көрсін, қасындағы шын досты көрсін, дұшпандарын көрсін деп. Доспын деп жүрген жігіттерде сыртымнан күліп кеткен кездері бар, оны білемін өзімнің ішінде. Айтпайсыз иә бірақ? Айтпаймын оны. Нағыз шынайы достар бар, жүргеттік Шуақ. Нағыз шынайы браттар бар, інілері бар. Келет аға жүрсей деп. Братандар келет, інім, не жүрсің мұнау, давай кеттік. Мен машинаға да. Я қазір братан деп, екі есік магазиннен заттарымды алып шығайын деп кіріп, мына бетіне қарай шығып кетіп, қашып кеткен күндерім. Неге қашып кеттіңіз? Енді ауылға барғым келмейді ғой енді. Ауылға қайт дей ма? Ауылға қайт, жұмысқа тұрғызамыз, әрмен қарай. Сіз андай таңдап тұрсыз ғой сонда. Ауылға барып жұмыс жасағанша лучше қалада ішпеймін ба деп. Олай, ондай мақсат емес енді. Енді сөйтіп қашып кеттіңіз ғой. Қашып кеттім ғой енді. Иә. Бізде енді қашып кету ойда жоқ па? Мен сізге айтып жатырмын, аға жүріңіз қалаға, Қызылордада или Алматыда жаңағыдай үлкен қалаларда бірдеңе жасайық деп. Мына есіктен кіріп, ана есік қашып кетпейсіз ба бізден да? Жоқ, ондайым жоқ. Мына палатканың ар жағында да есік бар. Бүйтіп ашылатын замок ше, қашып кетпейсіз ба? Енді бір қасиетім, бір нәрсені бастадым ба, аяғына дейін жеткізем. Енді мысалы ішуді бастадыңыз ғой, аяғына дейін жеткізесіз ба? Жеткіздім ғой, жеткізген жеріне әкеп, сосын барып қойып. Осы жері ғой аяғы. Ой, аяғы осыдан 2 ай бұрын сол тастаған жерімде. Келіп ой болды ғой енді, мен не істеп жүрмін өзі деген сияқты. Мен қасымда құрдастарым өздерінше машина мініп, өздерінің жағдайларын жасап жатыр, біреу жер алып жатыр деген сияқты. Мен не бітіріп жүрмін деген сияқты ой болды. Бірақ аға әркімнің өзінің бір бағы болады, уақыты болады. Иә, біреуге ерте, біреуге кеш келеді. Әр нәрсе өзінің сәтімен. Иә. Маған сәт туды. Алла тағала сені жіберді. Пендеме себепкер етейін деп. Содан кейін уже көрермен қолдағаннан кейін мен де ойымды бірден резко өзгерте бастадым. Енді сіз де білесіз ғой аға, біз әзіл аралас видеолар түсіреміз ғой негізі. Мұндай мен интервьюді негізі вообще YouTube-қа арнап видеоны бірінші түсіріп отырмын. Бірінші қонағым сізсіз ғой. И то мына папа кетпеші деген бағдарламаның атында осы келе жатқан кезде жаңа түнде не істедім, ойлап тауып, осылай қоя салайыншы, басы папа кетпешпен басталды ғой деп, қызық болсын деп. Жаңа сұрақтардың арасында да прикол айтып, жаңағыдай ше. Айтып жатыр. Өзіңіз түсініп отырсыз ғой, алдынан бері бізбен бірге жүрсіз, қасымызда көріп жүрсіз. Видео көріп отқан адамдар мына бала не отта отыр, бірдеңе деп айтып жүрмесін, бірдеңе айтып жіберіңіз. Жоқ, ол енді сол күлкі аралас, әзіл аралас видеомен танымал болдыңыз. Сол күлкі әзіл аралас. Мен сізге қазір келіп енді мағыналы бірдеңелер айтып отпаймын ғой, халық менен негізі соны күтеді. Сіз сол видеоға түскен енді қалай айтсам болады, сол видеоға түскен адамсыз ғой. Енді сізден үлкен сұхбат алып отырмыз. Мына камера артында көріп тұрсыз қанша адам тұрғанын. Әр әзілдің астында бір шындық дейді ғой енді. Астарлы әзілдеп, әзіл арқылы осылай сұхбаттасып жатқаныма мен де қуаныштымын өзіммен. Папа кетпеші, білесіз ғой қай кинодан алынғанын? Жаралы сезім. Папашым кетпеші деп. Азамат Қанаттың атынан жүгіреді. Қанат түрмеге түсіп қалады, содан кейін мамасының аты кім еді?
Ана Алматы алақандағыдай көрінеді ғой дейтін ба? Білем. Бұл ішінде бокс деген пышақталып қалады. Иә, ана бір забордың алдында. Иә. Я весь мир адамды гитара тартады орыс. Иван ғой. Иван. Сократ бар ішінде. Сократ сол сізге келеді ғой. Шамалы өлең оқып, не істейтіні бар еді ғой. Енді біраз болды ғой. Бала күнімізде көрдік оны. Мектеп оқып жүрген кезде. Ойлаңызшы, братан, мектеп оқып жүрген кезде киноны 31 жаста келіп сол сөзді айтып атады ғой біреу сізге енді ше. Мас кезіңізде, білмеймін енді, саусыз ба, массыз ба, сол кезде. И сол киноны күттай кезде көрдіңіз, и ойлаған жоқсыз ғой, мә бір осылай мен артымнан келіп, мені осылай 20-30 миллион халық көреді, танымал болып кетемін деп. Ойлаған жоқпын. Үш ұйықтасам да түсіме кірген жоқ. Менің ойым сол жердегіні сен келген кезде қасымда да болды ғой енді жігіттер, адамдар болды. Тез-тез түсіріп тастап, әрмен қарай сен кетсең, біз сол жерде қалып ішсек, басымыз жазсақ, сол ой болды бізде. Жоқ, енді мен мысалы аяқ асты келіп қалған кезде қалай ойладыңыз басында? Нақты ондай бір ой болғанда жоқ менде ше. Бас істеді ма, істемеді ма? Бір істеп, бір істемей тұрады енді. Таң ғой енді. Иә, таңғы 5-6-лардың шамасы ғой. Тұрып жатыр. Ол жерге жалғыз сен ғана емес, қаншама адамдар келіп кетеді. Ішкен де келеді, ішпеген де келеді. Кейде бір аналар да келеді, балдарын іздеп ше. Осы жерде жүрген жоқ па деп. Алқаштармен ішіп жүр деп естіп ем. Көрдіңдер ма деп, суретін көрсетеді. Я апа көрдік. Пәлен деген районға қарай кетті. Болмаса анаяқ жақта жатыр, алып кетіңіз балаңызды деп. Сондай қаншама аналар, қаншама ағайындар іздеп келіп, болмаса інілер іздеп келіп, кеткендер болды, кетпегендер сол жерде. Осы жолды таңдадым, бармайым деп қалғандар бар. Сөйтіп өздері қайттан ой саламыз ғой енді біз енді. Ішіп жүрген бізді көріп жүрсін, не көріп жүрсін, үсті басымыз кір-кір. Әрмен қарай сен келіп тұр ғой іздеп, бар, кет деп. Мен де іздеп келді, мен көбіне қашып кетемін, тығылып қаламын. Кім іздеп келді? Анам іздеп келді, ауылдағы ағаларым, ағайындар, братандар келді, ауылдың. Негізі семьяда неше адамсыздар? Біз ағайын негізі 10 болғанбыз, 6 бір ағам бар, анамның қасында. 2 әпкем осы қалада тұрмыста. Қызылордада? Екі қарындасым бар, бір қарындасым осы Қызылордада тұрмыста, бір қарындасым сол ауылдық жерде, ол да тұрмыста. Қызылорда облысында ма? Қызылорда облысында, барлығы Қызылорда облысында. Қазір 6-аусыздар? Қазір Аллаға шүкір 6-аумыз. Негізі 10 болдыңыздар? 10 болдық. Сізден үлкен? Шетінеп кеткен ғой. Бәрі кішкентай кезінде ма? Иә. Сізден үлкен ба олар? Менен үлкен. Келесі сұрақтарды оқиын аға, комментарияда. Иә. Семьясына оралды ма екен дейді. Семьясына оралды ма екен? Өзіңіз семьяңызды айтады, 2 балаңыз, келіншегіңіз. Жоқ енді. Келіншекпен алдағы уақытта енді келісіп, өзімізді ойламасақ та, балдарды ойлайық, балдардың болашағын ойлайық деп, келісіп әрмен қарай өмірді бірге жалғастырамын деген ойдамын ғой енді. Ол да Алланың қалауымен бола жатар. Келесі сұрақ. Келесіз ма? Талантты жігіт не күйіктен сынды екен дейді. Айта берсін, күйік көп қой енді. Кезінде кім едім, қазір кім болдым, ертең кім болатын бір Аллаға аян. Мүмкін Алла тағала оны керемет өмірді де көрсетті, мұнаяқты көрсетті. Енді одан да керемет өмірді көрсетейін деп тұрған шығар Алла. Алла деген жігіт біз. Барлығын Алла беретін де Алла, алатын да Алла. Главный жүрегіңде Аллаға деген сенім мен иман өшпесе, Алла береді. Бүгін ғана көрдім универсамдағы ескі пекардің бар өртенген, сол жерде отыр. Танимын негізі, жерлесім. Тамақ не дейді? Тамақ ашытпа апарып бердім, ұл қызымды сағындым дейді. Ол кім деген? Луна дейді. Луна? Білмеймін, аккаунт сондай ма? Луна деген енді атын айтпаса білмеймін енді. Сізге тамақ апарып бердім дейді. Сол сіз айтқаныңыз ұл қызымды сағындым деп. Сұрақ қойған шығар енді, сағындың ба деп. Сол жерде тұратын Нұрдәулет деген ағамыз бар енді, дігідік дейміз, паганялық кісі. Универсамда, дию жақта тұрады.
келіп отырады ғой енді. Менің ағамның жолдас баласы енді. Урлас бір братаным бар, соның жолдас баласы. Сол айтады, інім қайтсай сен апарып тастайын мен, үйдегі братандарға айтайын, жеткізіп тастайын деп. Тасташы братан, керегі жоқ, қайтатын кезде өзім айтам деймін ғой. Әр нәрсе өзінің уақыты болады деп. Өтірік алдайтын ба едіңіз? Алдамайсың енді, әр нәрсенің өзінің уақыты болады ғой. Қайтатын өмір бұйырып тұрса, Алла тағала сол жолды көрсетеді, сол өмірді көрсетеді. Қайтпайтын өмір бұйырып тұрса, сол жолда қаласың. Өмірдің өз жазған әмірі бар ғой. Біреу жазыпты. Әйелім дейді, әйелін жақсы көрген ау дейді. Енді жақсы көресің ғой, жақсы көрмесең, онымен үйлене салмайсың. Ана Қызыл Раушанның астына жазған ғой комментарияны. Енді ол біздің Раушан деген бөлек Раушан ғой. Ол анама да қарады, әкеме де қарады. Азанғылық біз енді егістік алқап болғаннан кейін таңғы сағат 4-те тұрып, сиырларды сауады, 5-те шайын қояды. 6-ның кезінде бізді кәдімгідей ашытпамызбен майымыз, нанымыз салып, сөйтіп шығарып салатын. Бұл Раушанға тағатын ешқандай кінәм жоқ. Өзімнен іздеймін ғой енді кінәні. Мен де іштім, жүрдім. Ей дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ деп айтама. Әй дегенге де қарамадық. Қой тасташ деп еркіңмен жүріп қалғаннан кейін. Ақыр аяғы сол универсамдағы ескі пекарниға әкеп тастады ғой өмірі. Өзім деген нәрсе. Негізі жанашыр адамдармен ақылдасып кеңескен дұрыс. Мен өмірден көрген түйгенім ғой, білген түйгенім. Шын жанашырлармен ақылдасып, сөйтіп барып қадам басқан. 100 рет өлшеп 1 рет кес дейді ғой. Қателесіп кетпеу керек қой, а? Қателеспеу керек. Мен сол кездерде миллиондап ақша ұстап, сол малмен айналыстым ғой, саудамен. Сол кезде жүргенде шуақ 50 мың бере тұршы, шуақ 100 мың бере тұршы деп қарыз алатын достардың ешқайсысы жоқ болып кетті ғой. Сол мен универсамдағы пекарка келген кезде. Сол өмірге түскен кезде анандай жерден көріп қалса, мені сыртымнан теріс кеткен адамдар да болды, аттарына салып. Сіз білесіз ғой, бұл кезде танып тұрасыз ғой адам. Танып тұрам. Ал былай шынайы достар бар, досым не істеп жүрсің, кеттік жүр ауылға. Қайтайық. Жуынып, шайынып, сақал мұртын қырынып, таза киініп, ауылға барайық та жүрсей досым. Я деймін, болмаса кейін кеш деймін. Андай братандар кездесіп қалған кезде, я братан қазір магазинде қойған затым бар еді деймін да, мына магазиннен кіріп, мына есігіне шығамын да бар. Қалың қамыстың арасына, болмаса жаңа пекарканың әр жағында қуыстарға, сол жерге тығылып қалам. Ана қасымдағы шетіндерге достарыма стакандас достар дейді ғой. Соларға айтам, жандарын шығарам. Мені іздеп келеді қазір 1-2 адам, братандар ғой енді ауылда. Мені көрдім деп айтпаңдар. Білмеймін, жаңа осы майда жүрген деп айта салыңдар. Сосын олар машинасына мініп кетіп қалғаннан кейін маған келіп шаймен айтып кетіңдер деп ше. Кейін талай алдап кеттім, братан, қазір жуыным керек, шайым керек, кешкісін кездесіп қалады. Азанда келіңдеші, осы жерде болам, дәл осы жерде деп. Басқа жерді не қылып жіберем енді көрсетіп. Ертесіне іздеп келіп, өзі біледі ол братандар енді. Осы видеоны көріп отырса айтады шығар. Енді қай жерде болатындарын енді айтып отыр деп. Айтпаймыз ғой енді ол жерде. Сол келесі сұраққа көшейік. Болды. Біздің ауылдың жігіті айтыстан орын алып жүрген жігіт еді дейді. Енді айтысқа қатыстым, тәуелсіздік. Сол жылдарына қатыстым. Бұқарбай Батыр бабамыз, соның кісінің 200 жылдығында қатыстым. Сондай ауылдық жерде, мектептің кезінде, сосын клубтардың атынан, мәдениет несінен. Дом культурадан ба? Дом культура ғой. Сөйтіп қатысып жүрдім. Енді сол Дом культурадан көбіне мектеп бітіргеннен кейін Дом культурадағы жетекші Роза деген марқұм болып кетті ол кісі. Роза апам әйтеуір шуақ әрмен қарай апарамыз, не қыламыз деп жүреді. Өзі де бір көп сырқаттанған жоқ, ауырды да қайтыс болып кетті. Өмір ғой енді, осы уақыттарды жазып тұрған шығар енді, жаймен әрмен қарай көтерілетін кезде. Бір домбыранда бір керемет құлағында ойнаймын деп не айта алмаймын. Шертіп отырып жаймен, сұлықпен
агигагым деп отырып мақамға келтіріп. мақамға келтіріп айтып. Сол кездерде сол сондай жарыстарға кішігірім аудан, ауыл сол жарыстарға қатыстық. Осы өлең шығаратындар неге ауып немесе ішіп кетеді деген комментарий. Енді кейбір адамға көбіне ақындардың көбіне демеймін енді. Мысалы Мұқағали Мақатаев атамызды айтсақ, ол кісі де ішіп отырып, ішкен кезде көбіне келетін болған. Шабыты келетін болған. Иә. Мен де мысалы ішкен кезде кейде ойда жоқта келіп қалады енді. Ішкен кезде туындай береді да енді мұны яқтан аға береді. Басқаларда, басқа ақындарды білмеймін енді. Көбісіне енді іштегі ол мұң қайғысын ішімдікпен жеңеді ғой енді. Ішкен кезде керемет Омар Хайям өлеңі бар ғой. Ағарақ, айбындарақ, ішкенде бойдан кетер қайғың тарапты. Ақта іштім, қызылда іштім, сұрада іштім, жоқ болса достарымнан сұрап іштім. Мал құсап аунарымды білгенімде, ішпесем характерін суық іштім деп. Ішкен кезде бәрі кереметтей болады. Ішіп әрі нормасына асыр жіберсең, мал құсап аунайсың ғой. Иә. Сол баяғы шуақтың қалпы, сол универсамдағы ескі пекаркідегі шуақтың кейпіне келесің. Біткен сияқты ағашы комментарий. Аға бір онда ойын ойнай жіберсек, шамалы көңілге көтеріп. Ойнасақ ойнайық. Иә, құлағыңызға наушник тағам, өлең бақырып тұрады, мен сізге сұрақтар қоям, бірақ сіз сол сұраққа я немесе жоқ деп қана жауап беру керексіз. Өлең тыңдап отырамын, сен сұрақтар қоясың. Иә, менің сұрағымды естімейсіз ғой. Иә. Өлең қосылды ма? Ау. Өлең қосылды ма? Иә. Қандай өлең? Қандай ән? Қандай ән? Раушан. Қызылар Раушан ғой. Иә. Ұнайтын ән ба? Әдемі. Бұл осы өлеңді қосып қойын онда. Сұрақ қоям. Мен естіліп тұрған жоқпын ғой, а? Жоқ. Жап. Арақты қоясыз ба? Жоқ. Не деп отыр? Жоқ деп тұр ғой. Точно ма? Иә. Точно қоймаймын дейді ғой арақты. 10 бутылка арақты сразу ішіп тастай аласыз ба? Иә. Не, потолок. Қызыл Раушан әнін сіз жаздыңыз ба? Ау? Жоқ. Жоқ дейді ғой. Алдында иә деп еді ғой. Екі сөйлейді екен. Мені жақсы көресіз ба? Иә. Әні, красавчик, стақпал, бразда. Мен жақсы көріп тұр. Бала шағаңыз жақсы көресіз ба? Иә. Красавчик. Естіп тұрған жоқсыз ба? Жоқ. Естіп тұрсыз ба? Ашы. Мені естіп тұрсыз ба? Жоқ ей. Болды. Әдемі, брадан, давай. Келіншегін жақсы көресің ба? Жоқ. Оны ауыр кетіп отыр, жеді. Интервью ұнады ма? Иә. Оппана, әдемі. Негізі міне, максималды дауысты тұр. Бәрі шынайы. Ұлан Ғасыр жақсы жігіт па? Иә. Молодец. Реніш жоқ па оған? Иә. Я жоқ. Реніш бар ма? Иә. Реніш бар ма Ұлан Ғасырға? Жоқ. А? Иә. 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 Короче, түсініп аласыздар өздеріңіз. Бужаймен точно шығасың ба? Иә. Дарабозбен ше? Иә. Точно. Иә. Ұтасың ба? Иә. Естіп тұрған сияқты ма? Естіп тұрсың ба? Иә. Иә дейді. Осы Қызылорданың смотрящий сен дейді, сол рас па? Жоқ. Ол рас емес, иә? Жоқ. Негізі өзіңнің шығарған өлеңдерің ұнай ма өзіне? Жоқ. Ұнамай ма? Жоқ. Халық лайк бассын ба? Жоқ. Қалай жоқ? Стоп, осы жерден тоқтатамыз, болды. Наушник шеш. Болды, братан, шешіпсі. Шешіпсі? Болды. Ренжіп қалдың? Неге? Мына видео лайк бассын ба десем жоқ деп отырсыз.
естіп тұрған жоқпын ғой мен. Енді жоқ деп айтып жатсың ғой, бірақ әдейі айтыпсың ғой сен. Енді сен я жоқ деп жауап бересің дедің. Енді жоқ деп өзің өлеңдерің ұнай ма десең, я дейсің. Видео лайк бассын десе жоқ дейсің. Енді басат шығар енді. Не сұрақ қойғандарын білесің ба? Мен қақтан білемін енді. Я жоқ деп. Онда брадан видеодан көресің ғой бұйырса. Хорошо? Сұрақтарыңды осы кезде оқып бермейсің ба? Жоқ. Видеодан көресің YouTube'дан. Давай бақ. Онда видеоның соңына да жеттік енді білмеймін. Енді кейбір адамның көкейінде жүрген сұрақтарды қойған шығармын. Жаңа отбасы туралы да айттық, шамалы жекеге де өттік. Сосын творчество туралы да айттық енді. Естіліп тұрған жоқ қой. Жоқ, бұл жерде емес, бұл жерде полный сұхбатта айтамын да, я енді. Сізге ана 1-2 минуттық видеолар түсіріп жүрдік қой, енді оның қасында мынау кәдімгі сағаттап түсірілген видео. Иә. Ұнады ма? Ұнады енді. Халыққа да ұнаған шығар. Халыққа ұнады. Көріп жатса ұнайды деген ойдамыз. Халыққа ұнаса қолды бүйту керек па? Лайк қой енді. Значит, лайк басу керек, я? Лайк қой. Иә, онда достар, осы видео ұнаса, осы сұхбатымыз ұнаса, лайк басыңдар, каналға тіркеліңдер, және де келесі видеолар шыққан кезде оларға қоңырау бару үшін колокольчик басып қойсын, я? Қоңырауды. Иә. Рахат видео салған кезде тытыңқ деп бару үшін. Дұрыс қой? Дұрыс. Бір көруге Раушанды Шуақ асықты, бірақ Шуақ көп жерлерде жасыпты. Мына видеоны көріп отқан қазақ ел аямастан лайктарын басыпты. Лайк басыңыздар Әні, респект. Міне, аяқ асты келді ма шабыт? Аяқ асты ғой. Енді аға, мына Go туристті көріп тұрсыз, манадан бері артымызда тұр, бірдеңе сұрап тұрған сияқты. Мына бас киімін киіп алдым, стол бәрі, ішіп отқан стақанға дейін мысалға. Иә. Неге бір шумақ өлең шығармасқа? Go турист. Палаткаңда жатып Шуақ қанаттанды, көріп осы палатканың ішінде арақтаңды. Go турист, саудаң, бизнесің жүре берсін. Бұл Шуаққа тастап кет палаткаңды. Мына қара, әлі палаткасын сұрап отыр ғой. Видеоның басында сұрап еді, әлі сұрап отыр. Палаткадан не істейсің братан? Енді сен бұл далада ұйықтамайсың ғой енді. Енді балыққа арасында шыққан кезде керек нәрсе екен. Ұнап тұр ма? Енді ішке кіргізіп диванның үстіне қойып жатайын деп отырмын. Алдында жаттың ғой үйде. Енді соған үйреніп қалдым ғой сол үйдің ішінде. Ыңғайлы ма екен, ұйқы қана ма екен? Ұйқы қанып кереметтей болып. Енді білесіз ғой, бұл жазда Go турист осындай жаңағыдай. Қалай айтсам болады, табиғатқа шығатын, походқа шығатын заттарды береді арендаға, мына орындық. Қыста шаңғы, сноуборд, Алла қаласа қыста Алматыға барып жатсақ, осы Go туристпен бірге тауға барып сізбен демалып қайтамыз. Бұйыртып жатса, иә, сол күнге де жеткізсін Алла сол қаласа. күнге жеткізсін. Ол кезде енді біраз танымалдыққа ие болатын шығарсыз. Алла бұйыртып жатса, әр нәрсе Алланың қалауымен. Адамның дегені емес, Алланың дегені болады. Бұйыртып жатса, әрмен қарай өзіңмен бірге жұмыс жасаймыз деген ойдамын. Алла қаласа. Алла қаласа. Болды. Студиямызға келгеніңізге рахмет. Онда бәріміз орнымыздан тұрып, Шуақ Рахымбердіні шығарып салайық студиямыздан. Ішке кіріп кетесіз ғой аға? Обязательно ғой, ішіне асығып тұрмын осы кезде. Ішіне жауып ал, я, братан? Обязательно. Ішіне жауып ал. Осымен папа кетпеші бірінші бөлім, яғни бағдарламадағы бірінші қонағымыз Шуақ Рахымбердімен сұхбат аяқталды. Енді ұнады деген ойдамын. Лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, және де колокольчикті басып қойыңыздар. Менің инстаграмыма, тиктогыма, ютубыма, телеграмыма, бүкіл парақшаларыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Папа, кетпеші, папа, шықшы палаткіден. Болды, шыға бер, братан. Кетайын, сен деп алам. Бәлі қуғым жарылдау, жоқ. Мысың ұйықтап отыр?